Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 38-ші сабағы. Мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не? 6-шы жаттығу. Оқы. Менің інім Негеш сияқты көп білгісі келетін, сұрақты көп қоятын бала. Бүгін мені сұрақтың астына алды. Сынып деген не? Сенің сыныптастарың кімдер? Мектепте сабақ беретін кісіні кім дейді? Мен бірден жауап бере алмай, тосылып қалдым. Сен қалай жауап берер едің? Енді балалар, төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Оқығаныңның мәтін екенін дәлелде. Мәтіннің тақырыбын анықта. Мәтінде кім туралы айтылған? Мәтінге ат қой. Бұл мәтін өйткені мазмұны жағынан байланысқан және сөйлемдер ортақ бір тақырыппен біріккен. Мәтінде інісі туралы айтылған. Мәтінге менің інім деп ат қойсақ болады. Балалар, мына ережені жаттап, естеріңде сақтап алыңдар. Тақырып мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. 7-ші жаттығу. Оқы. Берілген сөйлемдердің мәтін құрамайтынын дәлелдеп көр. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Досжанның мінезі ашық. Жәния кітабын күтіп ұстайды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Санжар өлеңді мәнерлеп оқыды. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Марғұлан мектеп алдында ұзақ тұрды. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Енді балалар, төмендегі тапсырмаларды орындайық. Сөйлемдердің ішінен мәтін құрайтындарын көшіріп жаз. Құраған мәтінінің тақырыбын анықта. Мәтінге ат қой. Берілген сөйлемдерден мәтін құралмайды. Өйткені мазмұны жағынан байланыспаған және сөйлемдерде ортақ бір тақырып жоқ. Сөйлемдердің ішінен мәтін құрайтындарын көшіріп жаздық. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Енді балалар, осы мәтінге асханадағы кезек деп ат қойсақ болады. Келесі 8-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Білімді ізде еңбектен. Білім терең теңіз бе? Білім еңбек егіз бе? Рухани азығым, осы екеуі деңізде, дейді атам, білімді еңбекпенен сен ізде. Өлеңнің авторы Ермахан Шайхұлы. Енді балалар, төмендегі тапсырмаларды орындайық. Қай тармақтарда автор айтқысы келген басты пікір берілген? 2-ші тармақта басты пікір берілген. Өлеңнің аты негізгі ойды беріп тұрған дәлелдеп көр. Өлеңнің тақырыбы білімді ізде еңбектен. Өлеңдегі сөздерде білімді еңбектен іздеу керектігі, екеуі егіз ұғым екенін айтылған. Сондықтан өлеңнің тақырыбы негізгі ойды беріп тұр. Негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді көшіріп жаз. Өлеңдегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлем ол білімді еңбекпенен сен ізде. Балалар, мына ережені жаттап, естеріңе сақтап алыңдар. Мәтіндегі негізгі ой автор айтқысы келген басты пікір. 9-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Уәде қасиетті серт. Сыныптасым Гүлжан екеуміз жалғыз тұратын Майра әжеге көмектесуді ұйғардық. Үйді жинап, дүкеннен керек жарақтарын әкеліп бердік. Ол кісі бізге риза болып батасын берді. Өзімен бірге шәй ішуімізді өтінді. Біз сыныптастарымызға киноға баруға уәде беріп қойғанымызды айттық. Майра әжей, дұрыс қарақтарым, уәде қасиетті серт. Уәделерінде тұрсаңдар, қадірлерің артады деді. Мәтін Балдырған журналынан алынған. Енді балалар, төмендегі тапсырмаларды орындайық. Мәтін тақырыбы мен негізгі ойды анықта. Мәтіннің тақырыбы уәде қасиетті серт. Мәтіндегі негізгі ой уәденің қасиеті, уәденде тұрсаң, қадіріңнің артатыны туралы екендігі айтылған екен.
Әжейдің жауабын қайталап оқы. Осы жауапта екі нақыл сөз бар. Соны тауып, көшіріп жаз. Ал енді балалар, әжейдің жауабын оқиықшы. Дұрыс қарақтарым. Уәде қасиетті серт. Уәделеріңді тұтсаңдар, қадірлерің артады деген екен, иә? Демек, балалар, әжейдің жауабында екі нақыл сөздің біріншісі уәде қасиетті серт, екіншісі уәделеріңді тұрсаңдар, қадірлерің артады деген екі нақыл сөздер бар екен. Осы нақыл сөздерді балалар дәптерлеріңе әдемілеп, көркеметіп жазып алыңдар. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.